Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге бір жұмыртқадан жасалатын осындай оладьидің рецептімен бөлісетін боламын. Менің алдыңғы видеомда осындай дрожжсыз бауырсақтың рецепті бар, сонда тамаша аласыздар. Айранымызға жарты қасық, жылы айранға жарты қасық тұз салып, оның үстіне қаламұша 6-5 қасық қант саламыз. Кейін бір жұмыртқамызды жарып, жақсылап шекер ерігенше араластырамыз. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, лайк басып, пікіріңізді жазып кетіңіздер. Алда менен қандай рецепт күтесіздер, соны да жазып кетуіңізге болады комментарийға. Мінекей аз-аз мөлшерден осылай ұнымызды саламыз. Керек заттардың барлығын астына описанияға жазып кететін боламын. Ұнымызды осылай аз-аздан қосып, түйіршік қалмайтындай қылып, жақсылап араластырып шыққаннан соң, бір жарты қасық, болмаса бір қасық нан сотысын салып, 15 минутқа қойып қоямыз. Сонан кейін барып пісіреміз. 15 минутқа қойсақ, мінекей осындай әдемі пышный болып шығады. Мінекей екінші жағын ауыстырып, жақсы сарғайып піскеннен кейін, ортасы шикі болмайды, өте тез піседі. Сіздерге де жасауға кеңес етемін. Бір жұмыртқадан осынша көп оладьи шығады. Мінекей біздің оладьиіміз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай ортасы пышный болып шықты. Ас болсын, сіздер де жасап көріңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған Гүлдина.